Оқушылар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырып логарифмдік теңсіздіктер және де логарифмдік теңсіздіктер жүйесі. Осы видеоны көріп болған соң сіздерге үй тапсырмасын жіберемін. Сол үй тапсырмасын орындап, маған келесі сабаққа келіңіздер. Кеттік. Бірінші қарапайым логарифмдік теңсіздіктер. Логарифмдік теңсіздіктерді шығарған кезде қарапайым, яғни теңдеулер сияқты шығарасыздар, бірақ ол жерде теңсіздік. Осы теңсіздікті шығару үшін сызықтық теңсіздік, квадрат теңсіздік, рационал теңсіздік барлығын біліп алу керексіздер. Енді кеттік. Біріншісінен бастайық. Мынау қарапайым логарифм теңсіздіктердің. Егер бұнда беріліп тұрса, x-ті мына бетке жазасыздар, үлкен дейсіздер. 3-тің қандай дәрежесі 9-ға тең? 3-тің қандай дәрежесі 9-ға тең? 2. Енді осын сызамын. 2-ден x мына жақта кімге қарап тұр? Мына белгі. Мына белгі кімге қарап тұр? X-ке қарап тұр ғой, демек x-ке қарай апарам. Сонда бұның жауабы 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі, екінші есепті қарайық. Айтпақшы, мен әр есепті түсіндірген кезде оны өздеріңіз жазып алып, өздеріңіз шығарып отырыңыздар. Енді мына жерде тура теңдеу сияқты шығарамыз, бірақ айырмашылығы теңсіздік қана. Енді x пен x-ті қысқартып жіберем. Логарифм 3 негізді мен логарифм 3 негізді кетеді. Сосын мына жерде x қалады, мына жерде 8 қалады. Енді осын сыза салам. Так, 8 боялады. X-ке қарап тұр. Сонда 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Және де логарифмнің теңсіздіктерді шығарған кезде, қараңыздар, мына жерде x тұр ғой. Егер аргументінде өрнек тұратын болса, оны 0-ден үлкен деп алу керексіздер. Мысалы, мына жерде қараңыз. Мына жерде логарифм негізінде әшейін сан тұр. Бұдан сан шығады. Бұл анықталу облысын қарастырмаса болады мына бірінші есепте. Ал екінші есепте мына жердегі x неден үлкен болу керек? Әрдайым 0-ден үлкен болу керек. Осы жерінде өрнек. Енді мен мынаны 0-ден үлкен деп былай сызатын болсам, x-ке қарай жіберем ғой. Бәрі бірде осы аралық қамтылады. Түсінікті ме? Енді мына есепті шығарып көрейік. Әр қайсын тоқтатып тұрып жазып отырыңыздар. Енді мен мынаны өшіре салайын, керек емес. Мына есепте айтады. Айырмашылығы мына есептерге қараған кезде мынаның барлық алдыңғы есептерде логарифмнің негізі 3 еді. Яғни 1-ден үлкен сан. Егер логарифмнің негізі 1-ден кішкентай сан болса, яғни 0,5, 0,2, 3-тен 1 деген сандар болса, онда осы логарифмдік теңсіздікті шығарған кезде мына белгі ауысып кетеді қарама қарсыға. Шығарып көрейік. Мына екеуін кетіремін. Сонда 3 минус 4x ауысады 19-ға. Сосын біз логарифмнің анықталу облысын ұмытпау керекпіз. Мына жерде қандай өрнек тұр? Мынау ғой, я? Осын 3 минус 4x-ті әрдайым 0-ден үлкен деп алам. Міне, осы екеуін шығарып, мына теңсіздіктер жүйесін шығару керек. Мына жерде мен анықталу облысына қарамаймын. Бұл жерде тек қана сан тұр. Ал мына жерде өрнек тұр ғой. Осы өрнекті 0-ден үлкен деп алу керекпін. Енді мынаны шығарайық. Минус 4x осы бетте тұрады. Біріншісін шығарып атырмын. 3-ті мына бетке өткізем. Азайту болып өтеді. 19-дан 3-ті азайтамыз. 16. Енді мына жерде минус 4x осы бетте тұрады. 3-ті келесі бетке өткізсем, минус 3 болып барады. Енді осыны шығаратын болсақ, мына жерде x тұрады. Мына жерде x-тің алдында тағы да ұмыт қалған шығарсыздар. Минус сан болса, минус санды келесі бетке бөліп жатқан кезде, мына теңсіздік белгісі былай ауысып кетеді. Түсінікті ме? Ауыстырамын. 16-ны минус 4-ке бөлетін болса, минус 4 болады. Дұрыс па? Келесі, мына жерде де дәл сол қайталанады. X-ті жазамын. Минус 4 қой, мына жерде ең басты x-тің алдында минус сан тұр ғой. Минус санды келесі бетке бөлген кезде, ол бәрібір мына белгі ауысып кетеді. Плюс бұл кетеді 3 бөлінген 4. Енді осы теңсіздіктерді мен суретте кескіндеймін. Минус 4 мына жерде, 4-тен 3 мына жерде. Минус 4 кімге қарап тұр? X-ке қарап тұр. 4-тен 3 кімге қарап тұр? Керісінше қарап тұр.
Сонда мына екі аралық алынады. Сонда бұл есептің жауабы минус 4-тен 3-ке дейінгі аралық. Түсінікті ме? Логарифмдік теңсіздіктерде анықталу облысын ұмытып кетпейміз. Келесі бетке өтейін. Келесі тағы да қарапайым логарифмдік теңсіздіктерге мысалдар алдым, соны көрейік. Мына жерде ең бірінші мен логарифмдік теңсіздіктің анықталу облысын табамын. Логарифм мына жағында өрнек тұр. Демек 5 минус 2х-ті 0-ден үлкен деп аламын. Сосын енді кәдімгі теңсіздіктің өзін шешейік біз. Қараңыздар, 3-тен 1-дің мынандай дәрежесі мынаған тең деп аламын. Дұрыс па? Демек жазам 5 минус 2х. Қараңыздар, мына белгі, яғни мынау қандай сан? 1-ден кішкентай ғой. Дұрыс па? 3-тен 1 деген. Демек, мына таңба былай ауысып кетеді. 3-тен 1-дің минус 2 дәрежесін табам. Енді осы екі теңсіздіктер жүйесін шешемін. Минус 2х минус 5 болып барады мынау келесі бетке. Келесі теңдеуде 5 минус 2х. Мынау 3-тің минус 2 дәрежесі, минус дәрежесі. Ол 3 болып кетеді. 2 болса, ол демек 9-ға тең. X минус 2-ні келесі бетке бөлген кезде мына белгі ауысып кетеді. Білесіздер, мен айттым, x-ның алдында минус болса, ол ауысады деп. Демек, мына жаққа ауыстырам, 5-ті 2-ге бөлем, 2 жарым болады. Плюс болады. Келесі мына есепте минус 2х. 5 азайту болып кетеді келесі бетке. Азайту 9-дан 5-ті азайтам 4. Мынаны x 2 жарым. Мынаны x, мына белгі ауысып кетеді, себебі x-ның алдында минус 2 болып тұр. Егер плюс сан болса, ауыстырмайсыздар. Мынаны мен былай ауыстырам, минус 2-ге. Енді осы екеуін сызайық. Мынандай теңсіздіктер жүйесі болғаннан кейін, бұл деген қиылысу деген мағынаны білдіреді. Минус 2, 2 жарым. X. Мына жерде 2 жарым кімге қарап тұр? 2 жарым деген мына белгі кімге қарап тұр? 2 жарымға қарап тұр ғой, демек мына жаққа барам. Минус 2-ден x-ке қарап тұр. Демек бұның жауабы минус 2-ден 2 жарымға дейінгі аралық болады. Осыны жазып алыңыздар. Мен өшірем, себебі келесі есеп шығару керекпін. Келесі. Мына екінші есепте айтады. Тура солай шығарамыз. Бірінші анықталу облысын табамыз. X квадрат минус 5x плюс 7 үлкен 0-ден деп аламыз. Мына өрнекті. Сосын барып, мына жерде 10 тұр ғой, LG болса, 10-ның 1 дәрежесі мынаған тең. 10 1-ден үлкен ғой, демек мына теңсіздіктің белгісін ауыстырмайым. X квадрат минус 5x плюс 7, 10-ның 0 дәрежесі. Сонда x квадрат минус 5x плюс 7 үлкен 0-ден, мынау x квадрат минус 5x плюс 7 кіші 1-ден, оның 0 дәрежесі 1-ге тең. Енді әрі қайсысын бұл жерде сызықтық теңсіздік емес, бұл квадрат теңсіздікке келді. Әр қайсының дискриминантпен мәнін табам, немесе вет арқылы табуға болады. Біріншісі дискриминантқа салам. 25 минус 4-ке 7-ін көбейтсем 28 болып кетеді. Бұл минус 3 деген сан шығып кетеді дискриминанттан. Бұның шешімі жоқ деп қабылдай алмаймын пока. Себебі мен мынау x квадраттардың орнына, яғни x-тің x квадраттың орнына сан қойып көрем. Сан қойып, мына бәрін қосқан кезде 0-ден үлкен болса, барлық жағдайда 0-ден үлкен болса, бұл жағдай r деп қабылданады. Яғни шешімі бар деп. Барлық шешімі нақты сандар жиыны болады. Енді x-тің орнына минус 1-ді қояйық. Минус 1-ді қойсам 1 плюс 5 плюс 7. Оң сан болады ғой, мына бәрін қоссам 0-ден үлкен болады, бұл қабылданады. X-тің орнына 5-ті қойсам 25 минус 25 плюс 7. Бәрібір оң сан болады. X-тің орнына 9-ды қойсам. Мына жерде 81 минус 45 плюс 7. Бұл да оң сан болады.
x-тің орнына минус 5-ті қойсам, 25 плюс 25 плюс 7 болады. Яғни мен бірінші өрнектің орнына менде дискриминант теріс сан шығып қалды ғой. Енді мен бірінші өрнектің орнында x-тің орнына сандар қойып көрем. Оң сандар қоям, теріс сандар қоям, нөлді қоям. Сол кезде мына өрнек, міне мынау нөлден үлкенмін деп тұр ғой, осы теңсіздікті қанағаттандыратын болса, мен бұны так r деп қабылдаймын жауабын. Барлық сандарды орнына қоя берсе болады. Кеттік. Енді келесі теңсіздік шығарайық. Біріншісінің жауабы r болды. Яғни анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі сандар. Енді мынаны шығарған кезде дискриминантқа салған 5x бір мына жаққа барады плюс 6 кіші нөлден. Бұл жерде қараңыздар. Неге? Ветке сала салайық, 3 пен 2 болады, көбейтсе 6, қосса 5, минус 5 болады. Енді осы сіздерге қатаң ескерту, мынандай x квадрат, яғни квадрат теңсіздікті шешкен кезде әрдайым интервалдарға салайық. Мынандай қылып сіз тастамайсыздар, мысалы. Мына жаққа 2-ні, мына жаққа 3-ті белгілеп, мынаны былай сіз тастамайсыздар. Мынандай аралықтарға бөлем. Так, егер x-тің ең үлкен дәрежесі, мына соңғы несіне қараймын, x квадраттың үлкен дәрежесі плюс болса, алды плюс болса, онда плюстан бастаймын. Плюс, минус, плюс деп. Сосын маған айтады, бұл жерде қай аралықты ал дейді. Мына жерде ең соңғы теңсіздігімде нөлден кішкентай. Мынау нөлден кішкентаймын деп тұр. Демек, минус аралықты аламын. Сонда жауабы 2 мен 3-тің аралығы болды. Ал қараңыздар, бірінші теңсіздіктерде r болды ғой, любой сан қабылданатын сан өсінде. Любой сан қабылданады, бірақ екіншісі 2 мен 3-ті ғана қабылдайды. Екеуінің қиылысқан жері. Сонда 2 мен 3-тің аралығы болады. Видеоны, яғни есепті түсінбесеңдер, қайта-қайта көріңіздер. Келесі бізде бір негізге келтіру арқылы шығарылатын логарифмдік теңсіздіктер. Біз бір негізге келтіру арқылы шығарылатын логарифмдік теңдеулерді білеміз. Тура сол сияқты ары қарай бір негізге келтіріп алғаннан кейін қарапайым логарифмдік теңсіздік болып кетеді. Кеттік, мынаны шығарайық, біріншісін. Так, мынау 0,5 деген қандай сан? Ол 2-ден 1 емес па? Логарифм 2, 3 минус 2x дейм. Сосын мынау 2-ден 1 дегенін былай жасасам. Мынау 2-нің минус 1 дәрежесі. Екінің минус 1 дәрежесі алдына түсіп кетеді. Просто минус 1 болып түседі. Минус логарифм 2x. Логарифм 2 негізде 3 минус 2x. Осы сәтте сіздер мынаны былай қысқарта салмаңыздар. Мынаның алдында олай кетіру үшін мына логарифмдердің алдарында ешқандай минус та тұрмау керек, сан да тұрмау керек. Демек, мына минус 1-ді мына x-тің дәрежесіне жіберем. Логарифм 2 x-тен 1, логарифм 2 негізді 3 минус 2x. Енді еш нәрсе жоқ алдында, демек екеуін кетірем. Бірақ кетірмес бұрын мына теңсіздіктер жүйесін шығару керекпін. Мына жерде 2 өрнек тұр ғой логарифмнің алдында. 0-ден үлкен деп аламын жеке-жеке. x-тен 1-ді 0-ден үлкен деймін. 3 минус 2x-ті 0-ден үлкен деймін. Және де кәдімгі өзін шығарам еді. Екеуін кетіремді. 1 бөлінген x 3 минус 2x болады. Осыны шығарған кезде ортақ бөлім берейік 3-ші теңсіздікке. Сол кезде мына жерде 1 бөлінген x. X тұрады. 3x минус 2x квадрат болады. Оны мына бетке өткізем. Немесе, сол бетке өткізе салайын, сол бет ыңғайлы сияқты. Мынаны мен кәдімгідей шығара аламын. Немен шығарам? Бірінші теңсіздікті интервалмен шығарам. Сосын мына жерде минус 2x, 3-ті келесі бетке өткізем. Минус 3. Мына жерде, мына бетке өткіздім, дұрыс па? 1 бөлінген x азайтылған x бете саламда 1 бөлшектің астына ала саламда. Бөлімдері бірдей ғой себебі.
азайтылған 3х қосылған 2х квадрат болып кетеді. Міне, осы теңсіздікті шығарам. Мынаны жазып аласыздар. Маған соңғы нәрсе ғана керек болып тұр. Мына өшіре тұрам, орын керек болған соң. Енді мына жерді шығарайық. Мынаны шығарған кезде ол x қаншаға тең болмау керек? 0-ге тең болмау керек. 0-ді сызамын, аралықтарға бөлем. Плюстан басталады, и мына жағы минус. Маған мына өрнек 0-ден үлкенмін дейді. Демек мен плюс аралықта қабылдаймын. Енді екінші нәрсені шығарған кезде міне минус 2х, минус 3. Минус 2 келесі бетке өткен кезде ол белгі ауысып кететін теңсіздіктің белгісі. 3-ті 2-ге бөлем, 1,5. Осыны шығарам. Бұл сызықтық теңсіздік. Мынау рационал теңсіздік болып тұр. Мен бұны аралықтарға бөліп шығарам. Ал мына жерде менде кәдімгі сызықтық теңсіздікті аралықтарға бөлмей былай шығарам. Мына саннан мына жаққа дейін, мына саннан мына жаққа дейін деген сияқты. 1,5 ол мына жерде тұр. Теңсіздікті, мысалы теңсіздіктер жүйесін шығарған кезде барлығын сандарды рет-ретімен қою керек сан өсінде. Мен мысалы 0 мына жақта болса, 1,5 дегенді мына жаққа сызып қоя алмаймын. Мысалы мына жаққа 1,5 деп жазып. Ол деген қате шығады жауабы. Енді 1,5 мына белгі кімге қарап тұр? Санға қарап тұр, x-ке қарап тұрған жоқ. Демек мына жаққа қарай жүрем. Мына аралық қабылданады. Бұл екіншісі. Енді үшінші теңсіздікті шығару керекпін мен. Қараңыздар, үшінші теңсіздік шығарған кезде бұл мынандай болып тұр. Мына жаққа жазайын. 2х квадрат минус 3х плюс 1 болып тұр. Алымы, бөлімі мынандай болып тұр. Бұл бізде алымы неге келеді? Дискриминантқа келеді де, ал бөлімі кәдімгі x тең емес 0-ге деп аламын. Бірақ бұны шығарған кезде тоже интервалға салам. Себебі x квадрат, яғни x-тің дәрежесі квадрат болып тұр. Кеттік, мынаны дискриминантқа салайық. 2х квадрат минус 3х плюс 1 тең 0. Дискриминант 9 минус 8 тең 1. x1, 2 ол 3 плюс минус 1 бөлінген 2 ма? 3-ке 1-ді қосам 4, 4-ті 2-ке бөлем 2 болады. 3-тен 1-ді азайтам 2, 2-ні 2-ке бөлем 1 болады. Так, мен қателестім, мына жерде 2 емес 4 екен. Мына жақта x квадраттың алдында 2 бар ғой. 3-ке 1-ді қосам 4, 4-ке бөлем 1. 3-тен 1-ді азайтам 2, 2-ні 4-ке бөлем, қысқарып кетеді, 2-ден 1 болады. Енді осыларды сызайын. Менде 3 сан бар, 0 бар, міне. 1 бар, мына жерде, міне 1,5 мен ненің ортасында. Сосын 0,5 бар, мына жерде. 0,5. Негізі боялмайды мына жерде, бояу жіберіппін. Енді осыларды былай сызайыншы мен. Дұрыстап, анық қылып. Так, мына жерде 0 болса, мына жерде 1 болса, мына жерде 0,5. Осыны 3 аралыққа бөлем былай. Мына жерде плюсынан басталады ғой бұл жерде. Плюс, минус, плюс, минус. Мына өрнек айтады 0-ден үлкенмін дейді. 0-мен үлкенмін дейді, демек мен плюс аралықты қабылдаймын. Мына жері плюс, мына жері плюс еді. Енді бізде 3 не болды ғой? Аралық болды ғой, 3 теңсіздіктер жүйесі. Осы 3 теңсіздіктің де қиылысу жерін табам. Мына жерді қабылдаймын мен, дұрыс па? Мына жерде бәрінде боялып тұр, и мына жер боялып тұр. Үшеуінде де бірде осы аралық боялып тұр. Мынада боялып тұр, мынада боялып тұр, мынада боялып тұр. Келесі, мен мына жарықты алам. 1,5, мына 1, мына жақта ішіне кіріп кетеді ғой, ал біріншісінде итаке боялып тұр. Мына 1 мен 1,5-нің аралығын алам. Ары қарай мен аламайым. Ары қарай алайын десем, я мына жақта боялып тұр, мына жақта да боялып тұр, мына жақта боялмай тұр. Демек мен 2 аралықты алам. Біріншісі 0 мен 0,5-ке дейінгі аралық. Сосын 1 мен 1,5-нің аралығы.
Міне, осы екі аралықты алам. Екі теңсіздіктер жүйесі. Міне, осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі осыған тең болады. Келесі, менде жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарылатын логарифм теңсіздіктен екі мысал бар, сосын интервалдар әдісіне мысал бар. Жаңа айнымалы енгізуді шығарайық. Оңай, теңдеулерді қалай шығарасыздар, бұны солай шығарып кетесіздер. Логарифм 4 негізді x-ті барлығына бірдей t деп аламын. Сонда бұны 4t квадрат минус t минус 3 үлкен 0-ден дискриминантқа саламын. 1 қосылған 3 көбейтілген 4 көбейтілген 4 49 болады. t1 мен t2-ні табамын. 1 плюс минус 7 бөлінген 8. Алдында 4 тұр. 1 болады минус 6 бөлінген 8. Бұны қысқартқан кезде минус 3 бөлінген 4 болады. Енді осыны шығарайын мен. Осыны былай сызам, мына сандар. Мына жерде 1 болады, мына жақта минус керісінше болады. Керісінше істеп тастаппын. Минус 4-тен 3, мына жақта 1 болады. Осыны былай аралықтарға бөлемін. Плюсынан бастаймын. Плюс минус плюс. И бұл айтады, бұл теңсіздік айтады. 0-ден үлкенмін дейді. Демек мен плюс аралықтарды қабылдаймын. Енді плюс аралықтарды қабылдаған кезде бұл t бойынша, дұрыс па? Мына аралықты мен қалай жазсам болады? Мына жерде минус шексіздіктен минус 4-тен 3-ке дейін ғой, мен былай жазам. Минус 4-тен 3-ке дейінгі аралық. Мына жақта минус шексіздіктен мынаған дейінгі аралық. Ал керісінше мына жерде 1-ден плюс шексіздік қой, керісінше t-ға қарайды. 1-ден плюс шексіздікке дейін кетеді. 1-ден плюс шексіздікке дейін кетеді. Ал мына жерде керісінше минус шексіздіктен минус 4-тен 3-ке дейінгі аралық. Енді мен t-ны істедім ғой. Мынаны орнына қоям t-ны. Логарифм 4x минус 4-тен 3-тен кіші. Логарифм 4x үлкен 1-ден. Осы екі теңсіздікті шығаратын болам ары қарай. Біріншісін шығарайық. Мына жерде сонда x үлкен. Бірінші қарапайымға кеп тұр ғой. Анықталу облысын тауып аламын. Мына біріншісін шығарам. X үлкен болу керек 0-ден. Сосын барып мынаны шығарам былай. X 4-тен 3-тің мынандай дәрежесі. 4-тен минус 4-тен 3 дәрежесі. Ауыспайды. Минус 4-тен 3 дәрежесі деймін. Екінің квадраты деймін. Сосын минус 4-тен 3 дәреже ғой бұл. Минус 4-тен 3 деймін. Мына қысқарып кетеді. Нақта 2 қалады, сонда x үлкен 2-нің минус 3 бөлінген 2 дәрежесі. Ол деген, мынау деген екінші дәрежелі түбір асты 2-нің 3 дәрежесі и нақта 1 бөлінек минусы бар болған. Сонда бұл деген мынадан түбір асты 8 ғой, түбір асты 8-ден 2 түбір асты 2 шығады. Иррационалдықтан құтылатын болсам, түбір асты 2-ні көбейтем, 2 жағына да. Нақта түбір асты 2-ні көбейтсем 2 болады, 2-ні көбейтем 4 болады. Мынандай болды. Келесі, мен екіншісін мына жаққа шығара берейін. Пока. Мынау ғой. Логарифм 4 негізді x үлкен 1-ден. X үлкен 4-нің 1 дәрежесі 4. И x үлкен болу керек, 0-ден болу керек. Бұның анықталу облысы міне. Анықталу облысын табам. Мына жерде де міне анықталу облысын таптым. Енді біріншісін сызып көрейін. Біріншісін сызған кезде мына сан түбір асты 2 бөлінген 4 и нақта 0 бар, е. Мынау квадрат деген дәреже жоқ бұл жерде, дұрыс па? Демек мен сызықтық теңсіздікке былай сызған кезде былай сызам. Минус жаққа қарай кетеді, мынадан. Одан кейін 0-ден плюс жаққа қарай. Мына аралық болады. Сосын
0 мына жақта тұрады, екіншісін сызамын, сосын 4 ол мына жақта. 0-ден мына жаққа қарай кетеді, и 4-тен мына жаққа дейінгі аралық болады. Екеуінің, мысалы, мынаның қиылысуы екеуінің бірігуі деген шешімді аламын. Ол дегеніміз 0-ден түбірас 2 бөлінген 4-ке дейін, ары қарай 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Түсінікті ма мына есеп? Сәл күрделі болуы мүмкін. Иә, біз көп уақыт бойы теңсіздікті шығармадық қой, сондықтан сәл күрделі болуы мүмкін. Осыны міндетті түрде жазып аламыз. Келесі, мен жаңа айнымалыға енгізу арқылы келесі мысалдарды көрсетейін. Бұл жерде нені қандай әріппен белгілеп аламын? Логарифм 2х минус 3-ті мен т деп аламын. Сол кезде мына т квадрат т болады. Мына бетке өткіземін. Т квадрат минус т кішкентай 0-ден. Т-ны жақшаның сыртына шығарам. Т минус 1 қалады. Мына жақта т тең 0, мына жақта т тең 1. Осы аралықта сызам. 0 мен 1-дің аралығы болады. Плюс, минус, плюс. 0-ден кішкентайым дейді, яғни минус аралықты аламын. Сонда жауабы 0 мен 1-дің аралығында болады. Т-ға қатысты шығарғаннан кейін барып мен т-ның орнына қою керекпін. Т деген 0 мен 1-дің аралығы былай болады. 0 мен 1-дің аралығы деген міне мына аралық болады. Т-ны аяқта тұр, 0 мен 1-дің аралығы. Енді мына т-ның орнына мынаны орнына қойып қоямын. Сонда логарифм 2х минус 3 0 мен 1-дің аралығында. Бұны қалай шығарам? Жеке шығарам. Логарифм 2х минус 3 2-нің 1-ден кішкентай. Логарифм 2х минус 3 0-ден үлкен. Осы екеуін шығарған кезде 2х минус 3 2-нің 1 дәрежесі. Біріншісін шығарам. Дұрыс па? Бірінші. Кәдімгі қарапайым бұл. 2-нің 1 дәрежесі 2 ауыспайды. Және де анықтау облысын табам. 0-ден үлкен деп. Осын шығарып алайын. 2х 5 болады. 2х 3 болады. Ары қарай мына жерде х кіші 2 жарымнан, х үлкен 1 жарымнан. Сонда 1 жарым мен 2 жарымның аралығы болады мына жерде. 1 жарымнан аяққа қарай кетіп жатыр, мынадан керісінше былай кетіп жатыр. Енді екіншісін шығарып көрейін мен. Екіншісін шығарған кезде міне екінші теңсіздік мынау. Логарифм 2х минус 3 үлкен 0-ден. Осын шығарам. 2х минус 3-ті 0-ден үлкен деп аламын. 2-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Осы екі теңсіздіктің шешімін табам. Тожынан шығарған кезде 1 жарымнан үлкен болады. Мынаны шығарған кезде 2-ден үлкен болады. Сонда екеуінің қиылысқан жері мынау болып тұр. Енді бұл жерде теңсіздіктер 0 мен 1-дің арасында. Осы екеуінің қиылысуы деген сөз. Осы екеуінің арасы мына мен мынаның аралығы болып тұр. Екі мен 2 жарымның аралығы. Интервалдар әдісімен шығарған кезде түк қиындығы жоқ. Бұлай бағанағы әдіс қой. Санды белгілеп аламыз. Аралықтарға бөлеміз. Плюс, минус, плюс. Немесе минус, плюс, минус деген сияқты белгілеп солай аралықты табамыз. Мына есепте интервалдар бөлшек болып тұр ғой. Бөлшек болып тұрған кезде мен жеке-жеке нөлге теңестіріп аламын.
Ал мұны x минус 2-ні 0-ге теңестірем. 2 болады. Ал мұна жерде қараңыздар. Логарифм 3 негізді 0 жарым болып тұр. Бұл сан x жоқ, бұл жерде теңдеу емес. 3-тің қандайда бір дәрежесі 0 жарымға тең деп тұр. Бұл жай ғана сан. Мынандайлар келеді ғой, мынандай теңсіздіктер. X минус 2 кіші 7-ден деген сияқты. Сол сияқты сан болып тұр. Мына жерде қараңыздар, бірақ осы жерде қандай сан? Ол оң сан ба, әлде теріс сан ба? Сол сұрақ сіздерге маңызды. 3-тің кәдімгі 3 деген натурал сан. Оның қандай дәрежесі мынандай бөлшек сан болады? Любой санның, мысалы 3-тің минус дәрежесі, мысалы минус 1 дәрежесі 3-тен 1, 3-тің минус 2 дәрежесі 9-дан 1 сияқты бөлшек сан ғой. Демек, мына өрнектен бізде минус сан шығады. Бірақ қандай сан болса да бізге бәрібір. Главное, таңбасын анықтап алдық. Минус болады. Енді осын сызайық. X минус 2, мынақта минус сан шығады. Минус сан. И 0. Сызған кезде надан қанша шықты бағана? 2-ні белгілеймін да. Енді аралықтарға бөлем. Так, мен бірақ x-тің алдында таңба қараймын. Мынақта плюс болып тұр. Бірақ мынақта минус сан еді ғой. Минус сан бәрі мынаған әсер етеді ғой мына x-қа. Демек, мен оны минустан бастаймын. Минус плюс болады. Және де мынау өрнек 0-ден үлкенмін дейді ғой. Демек, мен плюс аралықты қабылдаймын. Минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралық болады. Келесі мысалды қарайық. Мына жерде тоже сан шығады. Бірақ қандай сан? Мысалы, мына жерде бөлшек дәреже. 2-ден 1-дің қандай да бір дәрежесі, ол натурал сан. Егер ол оң сан болса, оң дәреже болса, онда бұдан бәрі бірде бөлшек сандар шыға береді. Себебі, ал егер мынақта минус дәреже болса, мысалы 2-ден 1-дің минус 1 дәрежесі, ол 2-ге айналады. Кәдімгі натурал санға, кәдімгі бүтін сан шыға береді мына жерде. Демек, бұл жерде де минус сан екен. Себебі, мынандай бөлшек санның минус дәрежесі мынандай бүтін санға тең болады. Демек, бұны алымына минус сан шығады. Оны x плюс 7-ге бөлген кезде осы теңсіздік шығарам. X плюс 7-ні бөлшектің бөлімін тең емес 0-ге деп аламын. X тең емес минус 7-ге. Осын сызам. Минус 7 аралықтарға бөлем. Так, мен бұны плюстан бастайын ба, минустан бастайын ба? X-ның алды плюс екен, бірақ мына минустан мынаған әсер етеді да минус болып кетеді. И келесісі плюс болады. Мына жерде мынау өрнек 0-ден үлкенмін дейді. Демек, 0-ден үлкен сандар ол плюс сандар, демек плюс аралық қабылданады. Келесі мысалымызға қарайық. Мынандай теңсіздіктер келсе де, оны интервалдар әдісімен шығарасыздар. Бірінші жеке-жеке алымын да бөлімін де 0-ге теңестіріп аламын. Үштің 0 дәрежесі 1-ге тең. Ал бөлімін мен 0-ге тең емес деп аламын. Бөлшектің бөлімін 0-ге тең болмау керек. 2-нің 0 дәрежесі 1. 4-ге тең емес. Енді осыны интервалдар әдісіне сызайын. Мына жерде минус 1, 4 аралықтарға бөлемін. Плюс, минус, плюс. Бұл жерде минус аралықтағым. Бірақ мен анықталу болсын таппадым. Анықталу болысы x плюс 2 0-ден үлкен болу керек. X минус 3 0-ден үлкен болу керек. Дұрыс па? Өрнек тұр. Мынау x үлкен минус 2-ден. Мына жерде минус 2-ден мына жаққа қарай. Сосын x үлкен 3-ден. Демек, мына жерде 3. Осыдан x-ке қарай. Бәрібір мұна аралық қойылып тұр. Сонда бұның жауабы 3 пен 4-тің аралығы болады.
Интервалдар әдісіне келесі мысал. Жеке-жеке нөлге теңестірем. X тең 0. LG 3 плюс X'ті тең 0-ге дейін. 3 плюс X 10-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең. X тең минус 2. Осы екеуін сызам. 0, мына жерде минус 2. Осыны былай аралықтарға бөлем. Плюс, минус, плюс. Сосын неге қарау керекпін? Анықталу облысына қарау керекпін. Бірінші, мынау нәрсе ол 0-ден үлкен дейді. Плюс аралықтарды қабылдайым. Сосын анықталу облысы, міне. 3 плюс X 0-ден үлкен болу керек. X үлкен минус 3-тен. Так, мен қателестім мына жерде. Минус 2 деген ол мына жерде болады ғой. Сосын минус 3 мына жерде болады. Минус 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Боялып тұрған аралықтар міне. Минус 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық болды ғой. Демек, мына аралық боялып тұр. И мына аралық боялып тұр. Минус 3-тен минус 2-ның аралығы 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Келесі бізде логарифмдік теңсіздіктер жүйесі. Жеке-жеке шығарайық мына теңсіздіктерді. Логарифм бірінші 3 x минус 2 0-ден үлкен дегенді шығарам. Қалай шығаратын? X минус 2-ні 0-ден үлкен деп алам. Сосын x минус 2, 3 болған соң, яғни 1-ден үлкен сан ауыстырмайым. 3-тің 0 дәрежесі мынаған тең. X минус 2 үлкен, 3-тің 0 дәрежесі 1. Осы екі теңсіз шығарам. Мына бетте ауыстырам. 3. 2-ден плюс x-ке дейін. 3-тен боялады. Тоже плюс x-ке дейін. Екен қойылысқан жері мынау болып тұр. Келесі екінші теңсіздік шығарам. X минус 4, x плюс 4 деп неге жүктеймін? Қысқаша көбейту формуласына. 0-ден кішкентай. Осын сызам былай. Минус 4 ол мына жақта жатады. Плюс 4 мына жақта жатады. Аралықтарға бөлемін. Плюс, минус, плюс. Бірақ теріс аралықты қабылдайды. Минус аралықтарды қабылдаймын. Енді осы екі теңсіздіктің қиылысуын сұрап тұр бізде. Мына аралық пен мына аралық қабылдайды. Сонда жауабы 3-тен 4-ке дейінгі аралық болады. Оқушылар, осы видеоны толық көріп, 30 минут болса да, мейлі 40 минут болсын, толық көріп, логарифмдік теңсіздіктерді меңгеріп алыңыздар. Сіздерге осыған байланысты үй жұмысын жіберемін.